Қайырлы кеш, балақай. Қалың қалай? Демалыс күнің қалай өтті? Бүгінгі менің дайындаған ертегімді тыңдауға дайынсың ғой. Онда бастаймын. Бүгін мен саған сиқырлы тоқпақ ертегісін әңгімелеп беремін. Ертеде Айдар есімді бала бір қалада өмір сүріпті. Ол өте мейірімді әрі еңбекқор бала болатын. Бірақ оның бір мәселесі бар екен. Ол Таубек атаның дүкенінен алған заттарын ылғи жоғалтып алады екен. Ата, кеше сізден алған тәттілерім жоғалып кетті, дейді. Ой, балам, бұл ауылда бір қу Жәнібек деген ұры бар. Ол адамдардың заттарын білдірмей ұрлап кететін әдеті бар, дейді Таубек ата. Айдар бұл жайды өзі шешкісі келеді. Бірақ Таубек ата оған бір қорап береді де, былай дейді. Бұл жай қорап емес. Бұның ішінде сиқырлы тоқпақ бар. Тоқпақ деген не? Ол ұратын ағаштан жасалған зат. Егер біреу саған әділетсіздік жасаса, сен жай ғана ұр тоқпақ деп айтсаң болады. Айдар болса қуанып, тоқпақты үйіне алып келеді. Оның дүкеннен келгенін біліп отырған қу Жәнібек оның затын ұрлауға үйіне келеді. Оны көрген кезде Айдар ұр тоқпақ деп тоқпаққа бұйрық береді. Сол сәтте тоқпақ әуеге көтеріліп, Жәнібекті ұра жөнеледі. Әбден таяқ жеген Жәнібек, ойбай, тоқтаңыз, болды, мен енді ешкімнің затын ұрламаймын деп Айдарға жалынады. Айдар, тоқта тоқпақ деп тоқпағын тоқтатады. Жәнібек болса, істеген ісіне ұялып, барлық ұрлаған заттарын Айдарға қайтарып береді. Содан бастап ол еңбек етуді үйреніп, жұмыс істей бастайды. Ал Айдар мен Таубек ата әділдікті сақтап, барлығына жақсылық жасауды жалғастырады. Әділдік бар жерде тәртіп те бар, солай ғой. Жамандық жасаған адам ерте ме, кеш пе өзінің қатесін түсінеді екен. Ал біз үнемі жаманнан жиреніп, жақсыдан үйреніп жүруіміз керек. Жақсы, балақай, мен сенімен қоштасамын. Келесі кездескенше.